Украиндық Костя Куда трейдер өзінен суицид жасады. Бұл трейдерді мен өзім білетін едім. Жалпы ютубта видеоларын қарайтын едім. Бұл қалай негізі жүзеге асты? Бізде Трамп аяқ асты Қытайға деген тарифтерді пошлинаны 100%-ға өсіріп тастады. Соның именно кесірінен бізде криптовалютада бүкіл активтердің бағасы құлады. Биткоиннан бастап альткоиндарға там 70%-ға дейін құлаған активтер болды, 100%-ға дейін құлағандар болды. Сол кезде ақпараттарға сүйене келе бұл трейдер $60 миллион доверительный управление ақшасын ликвидацияға кеткен еді. Яғни бұл жерде фьючерстен ашылған бүкіл актив министрге дейін лонғы барлығы ликвидация кетті. Вот бір адамның сөзі, то есть Трамптың сөзі, осындай адамдардың өмірін алып кетіп жатыр да. Енді бұл біздерге келген ақпарат қана, может быть, басқа адам жағдай болған шығар, оны білмейміз. Жалпы не болса да енді ақшаны жүрекке салып керек емес. Ол ақша бірде келеді, бірде кетеді деген сияқты. Вот осындай давлениеге шыдаламаған болса керек, Костя. Негізі бұл трейдердің жасаған еңбектерде, жетістіктерде, жақсы істерде өте көп еді. Все, жақындарына көңіл айтамыз, қайғыра отыра, жалпы осындай жағдай болды.